Баршаңызға қайырлы күн, құрметті менің алтын көрермендерім. Сіздермен Гүлнұр, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгінгі видео рецептте өте дәмді әрі сіңімді кеспе көже дайындайтын боламыз. Рецепт түсінікті болу үшін арнамнан алыстамай, видеоны соңына дейін қарап, жасалу жолын тамашалаңыздар. Бүгінгі видео рецептте дәл осындай кеспе көженің өте дәмді болып шығатын, яғни қуырылған түрін әзірлейміз. Бізге ең алдымен бөліктерге бөліп алған ет, сәбіз, пияз, 2 дана чеснок, картоп және де қызанақ қажет. Ең алдымен етімізді дәл осылай майда бөліктерге бөліп аламыз. Құрамы бойынша қосатын сүйекті де алдын ала дайындап алдым. Және де пиязымызды, сонымен қатар чесногымызды жақсылап осылай біркелкі етіп турап аламыз. Құрамы бойынша картобымызды да дәл видеодағыдай 4 бұрышты формаға келтіріп турап аламыз. Сонымен қатар сәбізімізді де дәл осында ерекше пышақтың көмегімен домалақтап турап қосамыз. Осылай видеодағыдай қызанағымыздың керек емес артық жерлерін алып тастап, бөліктерге бөліп аламыз. Егер қызанақ болмаған жағдайда орнына томат пастасын пайдалансаңыздар да болады. Келесі кезекте біздің сорпамызға өте керемет дәм беру үшін осылай алдын ала дайындап алған 2 бас чесногымызды осылай майдалап жақсылап турап аламыз. Қазанымызға сұйық майымызды құйып, сұйық майымыз қызған уақытта үстінен жуып алған етімізді салып, осылай жақсылап қуырып аламыз. Осылай етіміздің бойындағы суы тартылып, біршама жақсылап қуырып алғаннан кейін, үстінен алдын ала турап алған пиязымыз бен чесногымызды салып, тағы да жақсылап біздің пиязымыз сарғайғанша қуырып аламыз. Келесі кезекте осылай отымыздың астын біршама бәсеңдетіп, оның үстінен алдын ала турап алған сәбізімізді де салып, тағы да жақсылап араластырып аламыз. Осылай ең соңында барлығын жақсылап қызартып қуырып алғаннан кейін, оның үстінен қызанағымызды салып, тағы да жақсылап араластырып қозғап аламыз. Осылай біршама қуыру барысында біздің етіміз жартылай пісіп дайын болды. Ендігі кезекте үстінен 1 шай қасық томатымызды салып, тағы да жақсылап араластырып, суымызды құямыз. Біздің құятын суымыз міндетті түрде қайнап тұрған ыстық су болу керек. Осылай суымызды құйып, дәміне қарай тұзымызды салып, және де қақпағын жауып, жарты сағат уақытқа қайнатуға жібереміз. Біздің етіміз пісіп, сорпамыз қайнағанша біз қамырын илеп қоямыз. Ол үшін бізге 2 дана жұмыртқа және де 1 шай қасық тұз қажет. Осылай тұзымызды салып, жақсылап араластырып аламыз. Дайын болған жұмыртқалы массамызды алдын ала електен өткізіп алған ұнымыздың үстінен салып, қолымыздың көмегімен қатты етіп қамыр илеп аламыз. Кеспенің қамыры басқа қамырларға қарағанда қаттылау иленеді, өйткені сорпаға салған кезде езіліп кетпеу керек. Ал егер жұмсақ етіп илеп қойсаңыз, кеспеңізді сорпаға салғанда езіліп кетуі мүмкін. Сол себепті мейлінше қатты етіп илеп аламыз. Илеп алған қамырымыздың июі қанғанша біз сорпамызға алдын ала көк пиязымызды және укропымызды осылай майдалап турап аламыз. Осы уақыт аралығында біздің сорпамыз біршама қайнап дайын болып қалды. Үстінен картобымызды және де майдалап турап алған көк шөбімізді салып, жақсылап араластырып аламыз. Дәмін шамалы байқап, егер тұзы аз болған жағдайда тағы да шамалы тұзымызды салып, ендігі кезекте қамырымызды жаюға кірісеміз. Жақсылап тынған
демалған қамырды осылай алғашында қолымызбен, одан кейін жұдырығымызбен дөңгелектеп басып аламыз. Одан кейін осылай қамырымызды оқтауға орап, орта жағын баспай, тек шеткі жағын ғана басып, жұқа қамыр жайып аламыз. Егер сізге менің каналым ұнап жатса, каналымның дамуына өз үлесіңізді қосып, каналыма тіркеліп, лайктарыңызды аямай басып, және де өз пікіріңізді қалдыра кетіңіздер. Әрбір жазылған пікір менің каналымның дамуына өз үлесін тигізеді, сонымен қатар жақындарыңызбен де бөлісіп қоюды ұмытпаңыздар. Осымен біздің кеспе көжеге арналған қамырымызды жайып дайындап алдық. Қамырымыз өте жұқа және де біркелкі болып шықты. Осылай шамалы ұнымызды сеуіп, және де 4 бөлікке бөліп кесіп аламыз. Майдалап кесу үшін, яғни бізге оңайырақ болу үшін. Егер қамырыңызды мейлінше жақсылап кептіріп, одан кейін кесетін болсаңыз, біздің қамырымыз тіптен керемет болады. Мен осылай арасына біршама ұнды сеуіп, одан кейін осылай майдалап кеспе көжеге арналған қамырымызды осылай жақсылап кесіп дайындап алдым. Осылай жақсылап барлығын біркелкі етіп турап алғаннан кейін, бірігіп, бір-біріне жабысып қалмас үшін осылай жақсылап араластырып, араларын ажыратып алуды ұмытпаңыздар. Осымен біздің кеспе көжемізге арналған қамырымыз дайын. Отымыздың астын көтеріп, біздің сорпамыз қайнаған уақытта, дәл осы сорпамыздың үстінен алдын ала турап алған қамырымызды осылай шамалы жарты бөлігін салып, тағы да жақсылап араластырып аламыз. Осылай қамырымызды салып алдық. Енді дәл осы қамырымызды 2 немесе 3 минут аралығында жақсылап қайнатып аламыз. Қайнау барысында осылай біршама араластырып тұруды ұмытпаңыздар. Бүгінгі видео рецепте сіздерге кеспе көженің қуырылған әдісімен бөлістім, ал келесі жолы дәл осы кеспе көженің қайнатылған түрімен бөлісетін боламын. Сол себепті арнамнан алыстамай, міндетті түрде каналыма тіркеліп алыңыздар. Алда сіздермен өте керемет, сәтті әрі бір жасағаннан шығатын рецептермен бөлісетін боламын. Ал егер каналыма тіркелмеген жаңа көрермен болсаңыз, міндетті түрде подписаться қара батырмасын басып, сонымен қатар қоңырауша белгісінде баса кетуді ұмытпаңыздар. Сонда менің әрбір салған видеомды бірінші сіз тамашалайтын боласыз. Осымен біздің аздаған уақытта өте дәмді, сіңімді әрі пайдалы болып шыққан кеспе көжеміз дайын. Дәл осы рецепт бойынша сіздер де әзірлеп көріңіздер. Отбасыларыңызға, сонымен қатар балаларыңызға да ұнары сөзсіз. Осылай шамалы бетінен көк шөбімізді салып, дастарханымызға ұсына берсек болады. Назарларыңызға рахмет, ас болсын.